тазалық сақтамағандарға қатаң ескерту, қоғамдық орындарға жүрдім бардым қарау, мемлекеттің меншігіне зиян тигізу, абаттандырылған аумақтардың қағидаларын бұзу, жасыл желектерді жою және елді мекендердің инфрақұрылымдық объектілерін бүлдіру заң бұзушылыққа әкеп соғады. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 505 бабына сәйкес осындай бейбастақ әрекетке барған жеке тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 30 айлық есептік көрсеткіш, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 40 айлық есептік көрсеткіш, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Есте сақтаңыз, заңды білмегендік сізді жауапкершіліктен босатпайды. Ендеше жұдырықтай жұмыла отырып, туған елге, туған жерге деген махаббатымызды қоршаған ортаның тазалығы арқылы көрсетелік. Бұл біздің еліміз, туып өскен жеріміз. Тазалыққа ат үсті қарамай құрметті ағайын.